Жүзік. Айшаның бауырлары кіші болғандықтан, үйдегі ұлдар істеуге тиісті жұмыстың бәрін өзі істейтін. Мал суарады, қи шығарады, жем-шөбін береді, отын жарады, от жағады. Әкесі жұмыстан келгенде қызының тиянақты істеген жұмысын көріп, ұлға бергісіз қызым менің деп риза болатын. Өзі де сол шаруаға бейімделгеннен бе, қыздай сызылуды да, майысуды да білмейтін. Құрбылары сияқты әшекей бұйымдарға да қызықпайтын. Жылтырақтарды таға қалған күннің өзінде бір түрлі ерсі көріп ұялатын. Мектептен келе салып киімдерін ауыстырып шай ішкен жерді үй тазалығын сіңлілеріне тапсырып, өзі сыртқа шығып кететін. Анасы да Айшаны жүн түту, кесте тігу сияқты қыздардың жұмысына көп жолата бермейтін. Бәлкім ондай іске ебедейсіз болғаннан шығар. Анасымен көбінесе сіңлілері қалатын. Айша қора жақтағы жұмысқа ыңғайлы болсын деп, басына малақайын киіп, аяғына етік, үстіне үлкен күртешенің жеңін қайырып киіп алатын. Егер жотасында тоқпақтай қалың бұрымы болмаса, оны бір қарағаннан ешкім қыз бала деп ойламайтын. Бір күні күндегідей қора жақтағы шаруасын істеп жүрген. Айша, бері келші деп біреу ту сыртынан. Шақырып тұрған көршісі Қуаныш екен. Екеуінің үйін бөліп тұрған шарбаққа сүйеніп тұр. Қуаныш Айшадан 2 жас үлкен жігіт, атбегі, сымбатты жігіт. Айша қолындағы күрегін қораға сүйеп, көзіне түсіп тұрған бас киімін көтеріп, Қуанышқа қарай барды. Сәлем, сәлем. Айша, мен бір жүзік соқтым, көресің бе? Қане? Охо, өзің жасадың ба? Иә, әжемнің сандығынан күміс қасық тауып алдым. Соны ертіп, осы жүзікті соқтым. Мықтысың ғой, кімге бересің, әжеңе ме? Анаңа ма? Жоқ, гүлімге. Мен оны қатты жақсы көремін. Қалай ойлайсың, оған ұнай ма? Әдемі ғой, ұнататын шығар деп жымиды. Иә, рахмет. Осылайша Қуаныш Айшаға анда-санда сырын айтып тұратын. Айша да ағам болса ғой деп армандайтын. Бір күні Қуаныш Айша, иә, бері келші. Қазір деп Айша етігін тырпылдата басып, Қуаныштың жанына келіп, тақиясын түріп, білегімен шекесін сүртіп, иә, тағы жүзік соқтым, гүлімге ме? Жоқ, саған. Маған? Иә, сен менің қарындасымсың ғой, саған менен естелік болсын дедім. Ұнады ма? Әрине, әдемі екен, рахмет аға. Бұл менің ең алғашқы әшекейім деп жымиып еді. Бұл жүзік Айшаға қатты әсер етті. Бір жағынан енді сенің ағаң бар десе, екінші жағынан қыз бала екенін, нәзік екенін ескертіп тұрғандай болды. Айша жүзікке көп қарайтын. Оның бетіндегі ою өрнегінен ағасының ерен еңбегін көретін. Қолына салмай қойып-қоюға дәті бармады. Ағасының еңбегі еш кетпесін деп жүріп, бірте-бірте жүзік салуды, сырға тағуды үйренді. Сөйтіп әшекейлер Айшаға қыз болуды үйретті. Ол үйренгенше інілері ержетіп, әпкесінің қолындағы күрегін алды.